Assalamu alaikum hürmetli alyomedia.com saytının ixlaspetlері hem ағзалары. Сіздерге уәде еткеніміздей 8 февралдан 25 феврал аралығындағы Қуат Аметовке өзінің пікірлеріңіз, сұрауларыңыз болса бізге жоллаң деген едік. Бізге жоллаған сұраулар көптеген міне бүгін несіп етсе, сол сұрауларға, пікірлерге өз жауабыңызды аласыз деген ниеттеміз. Демек, бүгінгі сайтымызда бұл бірінші интервью, құда қаласа, елде көп қосушыларымыз бенен біздің сайтымыздың ағзаларының ұнатқан қосушылары, мәселен, кімдермен сөйбетте болғысы келеді, кімдерге сұраусы бар, осылар хақында жазып берсеңіз де болады. Сіз қалеген инсанменен біз сөйбетте боламыз. Бүгінгі сөйбетімізде бір инсан қатынасу керек еді, айрым себептерменен, жұмысларменен сайтымыздың келе алмай қалды. Яғни Досик деген осы сайтымыздың жұмыс алып барушысы, сайтымыздың. Демек, сіздерді көп күттірместен бүгінгі сұрауларымызды баслаймыз. Әулем бар, ассаламу алейкум, құрметлі ықласпентлер. Яғни айтқанда, осы достымыз alionmedia.com сайтының әзиз ықласпентлері хамде ағзалары. Бүгін сіздерменен осы сайт арқалы сұрауларыңызға жауап беріп атқанымнан жүдә қуанышлыман. Har біріңіздің шаңырағыңызды бақыт, аумет ешқашан тәрк етпесін. Бүгін туыры, яғни ашық жауапларыңызды өздеріңіздің кеуіліңізге қанықарлетіп аласыз деген үміт. Бірінші сұрау, ассаламу алейкум Қуат аға, жұмысларыңызда табысылар, әуметлер ешқашан шаршамаң, сізді бақыт тәрк етпесін деп Шайханадан Марс бізге SMS жолдапты. Рахмет, сау болсын. Екінші сұрауға өтеміз. Ассаламу алейкум Қуат аға, жұмысларда әумет сұрауым нахал сыйлығын алатын ниетіңіз бар ма? Егер алсаңыз зор болатын еді, қуанышқа толар едім деп, телеклеспен деп Азамат бізге SMS жолдап. Әлбетте, Азамат ықласпентімізге жауабым. Әлбетте, har бір қосушының нахал сыйлығын алу меніңше арзу деп ойлайман. Себебі бұл сыйлық президентіміз тарапынан біз жастарды қолдап қуатлау жолында берілетін сыйлық деп ойлайман. Лекін өзім жасым өтіп кеткен себеплі қазір нахалды алатын ниетім жоқ. Құда қаласа сол президентіміз тарапынан жаратылған ұсындай сыйлықтар бар. Содан өзіміздің жасымызға тура келетін қалған сыйлықтарды аламан деген үміттемін. Рахмет. Ендігі сұрау, ассаламу алейкум Қуат аға, сізге сұрауым, не үшін көп уақытлардан бері көрінбей кеттіңіз, клиплеріңізде шықпай кетті, яки концерт бермедіңіз? Алдынан рахмет деп Арман бізге SMS жолдапты. Дұрыс, Арман ықласпентімізге жауабым. Көп уақыттан бері көріне алмай жатырмыз. Себеп дейтін болсақ, сол өздеріңізге белгілі Халықаралық мемлекеттік педагогикалық институтының 4-ші курс талабасыман. Құда қаласа сол жерде оқу себеплі, оқу мапасы себеплі сондай ижод мәселесінде азғантай тынып қалдым. Құда қаласа сол 4-ші курсымды біткері қазірде бір істеп қойған жаңалықтарым бар. Сізде ықласпентлеріме әжайып қосықларды, әжайып клиплерімді, әжайып фотосессия суретлерімді сізде ықласпентлеріме інам етемен деген үміттемін. Әне өздеріңіз ескеңіздей alionmedia.com сайтынан ең жаңа қосықларды алсаңыз болады. Сіз сүйіп тыңдайтын қосықшылардан ең жақсы, ең біріншілерден болып естісеңіз болады. Ендігі сұрауға өтеміз. Ассаламу алейкум, сізге сұрауым, бірінші клипіңіздің аты неге Фарида деп бізге Айбек SMS жолдапты. Не үшін Фарида? Неге? Себебі бірінші клипімнің аты Фарида, дұрыс. Себебі Фарида түсірбеді, о клипті қойшы. Дұрыс. Тартып етпеден. Хазілге де орын бар. Фарида атамасында клипім, Тимур деген інім, қосықта айт аға, ұсындай, мен сүйген қызыма арнап жазған едім деп бір Тимур деген ініміз әкеп берген студияма. Текстін қарасам, сөз қатарларын жүдә ұнаған. Сол себеплі сұрауларға бінан, яғни айтқанда, сұрауларға бінан айтып шыққан қосығым, осы қосығым ауметлі келді. 7 күнлік концертімнен Фарида атамасында қойдым. Хамде осы районларды 4 мәрте айландым. 4 мәрте айланған районларымдағы концертлерімнің атында сол Фарида атамасындағы концерт қылдым.
Ендігі сұрауға өтеміз. Қуат достым, сіздің алдағы жұмыстарыңызда үміт тілеп қаламын. Сізге сұрауым және маслахатым десек те болады. Не үшін Фарида, ямаса Эльмира, болмаса және бір қыздың атын айтып, қосық айтасыз, һәм соларға клип істеуге әрекет етесіз. Бірақ сізге маған сен керек, сені деп, ямаса болды іздеме, сол сияқты қосықларды айтқан жарасады, һәм жақсы шығады. Сол қосықлардың клипі туралы не үшін әрекет қылмайсыз? Тек қана болды іздеме қосыңызды клип шықты деп алдынан рахмет. Ақылбек ықыласпентімізге жауабым дұрыс. Мен ойлаймын, әрбір қосушының, менің ойымда дастан, әрбір қосушының, әрбір ұсы халқымызға анам еткен қосықлары ешқашан біреу өзіне ұнамай қалды, яки со шығарған өзімнің сондай қосығым, сондай дөреткен, сондай идеям, яғни айтқанда, маған ұнамай қалды деген қосушыны осы уақытқа дейін естіпегенмен, себебі әрбір қосушы, әрбір сондай халқымызға ажайып қосықты дөреткен пайтында сүйіп, бір жүректен һәм кеуілден шығарып дөретеді деп ойлаймын. Құда қалесе, Ақылбек ықыласпентімізге айтып өтетін болсам, со клип түсірілмеді деген қосықларға да құда қалесе клип түсіретін ойларым бар, жоқ емес. Жақында өздеріңіз көріп бақа бересіз деген үміттемін. Ең соңғы шыққан клипіңізді осы уақытта айтып өтсеңіз болады, ықыласпеттерімізге ең соңғы шыққан клип аты. Ең соңғы шыққан клипіміз достымыз Алион Медиа Nohat.com сайтында бірінші премьерасы болып өтті. Назлы атамасында қосығым. Хиуа, Хорезм қаласы Хиуа несінде, районында түсірілді. Өздеріңіз көріп бақа бересіз деген үміттемен оғанда. Менімше, өзімше ажайып шықты деп ойлаймын. Және де өмірде мұхаббат барына сенесіз бе, яғни шын сүйіп көрдіңіз бе деп Юлдыз бізге смс жолдады. Дұрыс. Юлдыз ықыласпентімізге. Енді мұхаббат болмаса қосық шықпаса керек меніңше. Дұрыс, дастан. Мұхаббат темасына келетін болсақ, мұхаббат деген тойғуды көкірегімізге, яғни айтқанда көкірегіміздегі бізді қозғап тұрған, 12 мүшені қозғатып тұрған жүрегімізге бізді жаратып қойған Алла Тағала салған деп ойлаймын. Әрбір инсанның кеуіліне яки жүрегіне, яғни айтқанда, әрбір инсанның жүрегіне өмірінде жасау пайтында бір мәрте мұхаббат беріледі деп ойлаймын. Жасырмаймын енді. Сізге қашан келген? Сөйтіп қашан кеткен деп қойса. Маған қашан келгенін туралап айтатын болсам, елі келген жоқ. Елі шын сүйіп көрмедіңіз? Елі шын сүйіп көрмедім. Лекін шын сүйіп көргендердің осындай жазған сөз қатарларын сол өздерінің көкірегінен шыққан осындай бір дәртлі сезімінен жазған қосықларын жеткізіп беріп, қатарларын өзім сол жүрегінен кеуілден сезіп, осы ықыласпентлерімізге соның орнында өзім так сол айтып атқандай болып жеткізіп бере аламан деп ойлаймын. Және де Қуат Серік көптен бері қосыларын естпеді. Келе біргесіздер ме? Сіздерден жаңа қосыларды күтіп қаламыз. Маған сіздің шәкіртлеріңізден Дастан Тимур қосылары ұнайды депті. Маған да ұнайды, ол екеуі жүдә ұнайды. Сіздердің жұмыстарыңызда табыс тілеп қаламан. Ешқашан талықпаңлар, сіздерден жаңа қосыларды күтіп қаламыз деп Тұрсынай бізге смс жолдады. Дастан, мынандайда көп ықыласпентіміз осындай бірінші болып, мәселен Майл агент связында да осындай сөйлескен пайтымызда көп ықыласпентлеріміз, достарымыздың жазатын бірінші біздерге деген машқала болады ғой. Сосы көптен бері көрінбей кеттің. Яғни айтқанда экранларда көрінбейсің. Өзіңіз қосты қойдыңыз ба, яки қоймадыңыз ба? Миш-миш. Дұрыс, яғни айтқанда сырт елде пиар деп айтылады. Миш-миш. Нөгісте қияр деп айтылады. Ава, дұрыс. Бұл мен қойған жоқпан қосықты, жақында қайтаман. Сіздердің сол жүрегіңізге жаққан, жүрегіңізден орын алған ескі айтып өткен сол Фарида, болды іздеме, Эльмира атамасындағыдай ажайып қосықларымда сізді ықыласпентлеріме інам етемен деген үмітлерім көп. Қосық дейлі қоймадыңыз? Елі қосықты қоймадым. Қосығам сізді қоймады? Яқ, екеуім қойған жоқ. Және ендігі сұрау, қосық шығару аңсат деп ойлайсыз ба? Қуат аға, сіз қайсы
косушу менен дуэт айтканды каалайсыз? Жооп күтүп каламан. Мухлисиңиз Элбрус. Қосық шығару аңсат па деген сұрауға келетін болсақ, қосық шығару ешқашан бұны har bir қосушы әзір мені көріп отырған сайтымызда қосушылар Бул косушулар жакшы түсүнөт. жақсы түсінеді деп ойлаймын. Қосық шығару бұл ықыласпентлердің нәзеріне қарайтын болсақ, ап аңсат деп ойлайды. Бұны сөз қатарлар алдына келеді, дыңғыр шертіп, бұны кәдімгідей шығарып, сол жеті нотадан жаңа дөретілген бір музыка деп, сондай деп өздерінің нәзеріне сондай ұсынады. Лекін қосық шығару әрбір қосушының өзі біледі деп ойлаймын. Бұл жүдә машақатлы жұмыс. Себебі әрбір ықыласпентлердің кеуіне ұнайтын ұсындай жағымлы, яғни айтқанда аранжировка айтқанда жағымлы звуклар, ses, яғни айтқанда сондайларды дөретудің өзі бұл қосушы үшін жүдә машқала. Әрбір жұмыстың өз қиыншылығы бар. Жұмыстың өз алдына қиыншылығы бар деп ойлаймын. Енді көп растанам көп инсандар ойлайды, азыр компьютер деген жақсы болды дейді. Компьютердан тек аңсат 1 сағатта қосып шығарып береді деп ойлайды. Негізі қате. Дұрыс. Және де сұрауларға өтеміз. Сәлем, қалайсыз? Сізге сұрау. Өмірде жете алмай қалған арзуыңыз, кеуіліңіз толып айтқан қосыңыз. 5 көп сұрау жолапты. Бірінші сұрауы бұл өмірде жете алмай қалған арзуыңыз. Гөззал дегеніңіз жолапты. Гөззал ықыласпентімізге жауабым өмірде жете алмай қалған арзуым иншалла деп айтамын. Елі жоқ, болмағанда Құдайдың өзі содан сақласын. Со Құдайға шүкір, осындай шар-шариятларды өзіміздің пайтақтымыз, яғни айтқанда мемлекетімізде президентіміз осындай біздей жасларға осындай шар-шариятларды дөретіп беріп қойыпты да дастан. Солардан пайдалану біздердің жұмысымыз сол. Дұрыс па? Толық пайдаланып беру. Сол үшін мен мақтаныш етіп айта аламын, біздің Өзбекстанда біздей жасларға жете алмай қалған арзу жоқ деп ойлаймын. Жоқ. Екінші сұрау, кеуіліңіз толып айтқан қосыңыз. Өзіңізге ұнаған, мен мына қосты. Ажайып сұрау. Кеуіліңіз толып айтқан қосық деген сұрауға бая айтып өткендей жауап бердім. Қосықша har bir шығарған қосығын жақсы көріп, сүйіп шығарғаннан кейін өзінің кеуілінен, жүрегінен шығарып, сізде ықыласпентлерге інәм етеді деп ойлаймын. Кейінгі сұрау, егер қосушы болмағанда кім болар едіңіз? Бұл да Гөззал жолапты. Оны ойламаппын. Өмірді неге ұқсатасыз? Өмір кімге ұқсайды? Өмірді бір мысалы ұстазымыз Мақсатаға Өтемұратов айтып өткендей бір қосық қатарларында бар, білсең дастан. Өмір міслі бір қайық дейді. Өмір міслі бір қайық дегеннің сөз қатарларында үлкен мағына бар деп ойлаймын. Өмір бір жапта ағып тұрған су сияқлы мен үшін. Бір қарасаң бүгін, бір қарасаң ертең. Мен соған сатамын. Өзі ықыласпентімнің түсініп алды деп үміт етемін. Кімге ұқсауға харекет етесіз? Кімге ұқсауға харекет етесіз? Мен кімге ұқсауға харекет етесіз деген сұрауым жүдә орынды, жүдә жақсы сұраулардың бірі. Қосушылардан кімге ұқсауға харекет етесіз? Қосушылардан, дұрыс па? Қосушылардан кімге ұқсағанда қалер едіңіз? Бұл сұрауыңды ойлап келмеппен дастан. Қосушылардан енді әркімнің өзінің бір сүйіп тыңдайтын ұнатқан қосушы болады. Мәселен, менің ұнатқан қосушым бар да, мәселен, өзімді комнатыма нәхан қылып суретін ілдіріп қойып па, күнде барып қарап жатырмын. Кім деп айтыңыз? Кім ол? Дастан Тимин Бектұрсынов деген қосушы бар, соны өзіме қатты ұнайды, соны суретін онда менің өзімнің суретін қысып қойып, менің сол Қуат Аметовке ұқсағым келеді. Болады. Жақсы жауап болды. Өмірде ең өкінетін қатеңіз қайсы қате? Мәселен, өмірде қате қылып қойдым деп ойлайсыз? Өкініп отырған қатем осы мен жасырмаймын, оқуға кіріп осындай қосық тарауында кризис деп айтылады ғой. Кризис пайтына кіріп қалдым деп айтпаймын, себебі мен үшін үлкен жетіскеншілік. Олам Қарылпақ мемлекеттік педагогикалық институтының талабасыман. Ол да үлкен жетіскеншілік. Дұрыс па? Лекін сол
мамлекеттик пединститутта окуп атырып, ушу ыкыласбендилериме ажайып косукларымды пайтында жеткизе алмай калганым мен Уақыт үчүн уақыт таба алмай. убакыт таба алмай, жеткизе алмай калганым ушу үлкөн өкүнүчүлүк деп ойлойм. Косукчу болуңузга ким түрткү болгон? Косукчу болуума мархум акем Куралбай Аметов түрткү болгон. Себеби 5 жаш пайтымда ушу Yamaha деген фирмадан 510 расымлы сондай Yamaha'ны туулган күнүмө подарокке әкеп берген досту со Гуламжан Якововтан, өзүңүзгө белгилүү. Содан Yamaha шертип, үйрөнүп, ушундай тойларда кызыкка да бала болуп пайтында тойларда косук айтар едим. Менимче со түрткү болду деп ойлойм. Нече жастан башлап косук айтып башлагансыз? Мен анык косук айтып башлаган жасым 6 жастан башлап. 6 жастан. 6 жастан. Нече жастан башлап косук айткан кезде адамдар естип башлаган? Енді ондай болады ғой бір кездер. Нече жастан деген сурооңам дурус, дастан. Колайсыз суроолорду берип беретін адеттерим бар. Азыр ойланатын болсам, со Фарида чыгып башлаган пайтымдан баштап, нечеге чыгып едим? Адамдар естип башлады, я, содан баштап. Алдыңкы косуклар тек Соған өзүңүз дейін- эстесиз го. Соган дейин алметим чаппай жүрдүм. Ягны айтканда. Косукларыңыз тек өзүңүз һәм агайын туускандарыңыз эстетиңиз, солай ма? Агайын туускандарыма эстетпейтин, тек өзүм Тек эстетем. өзүңүз эстепе болот, жудайым жакшы бул. Демек, енді бұл сұраулардан тысқарыда, мәселен, әзір уақытта агент, енді көп жастардың арамызда тарқап атқан бұл агенттен сөйлесу, яғни интернет арқылы агентке қалай қарайсыз, агентте енді логиніңізді айта аласыз ба? Мәселен, енді әркімнің біреудің атынан ашу деген бар. Әзір логин ашып алады да, мен солман деп көп жаңа ықыласбектілеріңізді алдап атқан болуы да мүмкін. Мен естуім боюнча жасырмай ошо ашыктан ашык ушундай сөйлесүү несинде айта аламан. Жакында естип басам, ушундай ыкыласбендилерим 23 Кубат Аметов бар экен ичинде. Сизди тууру таптым ба деген суроолор келди. Сырттан мыш-мыш бая айтып өткөндөй, мыш-мышты естип карасам, ягны айткенде Дастан Тимур мен шакиртлерим, кабарың бар чыгат. Таниман. Со Дастан Тимурам, со Кубат Аметов деп экөөбү эки сайтты ачып коюпту деп эстим. Экөө ма? Экөөбү. Болмайтын балдар экен. Енді қайдам оны. Сол үшін ықыласбенділеріме айтып қаламан. Абайлы болың, Дастан Тимурды отырған болған. Сонда айтып өтуіміз керек, alionmedia.com сайтында һәмме қосушылардың хақиқи логини жазылған. Сайттан алсаңыз болады. Дұрыс. Сайтқа сенсеңіз болады. Демек, кейінгі сұрауға өтеміз. Мұхлисіңіз бенен қосық айту ниетіңіз бар ма? Ықыласбендіңіз бенен қосық айту ниетіңіз бар ма? Бұл Гозал жолапты. Егер ықыласпен сізге қосық айтайық десе қалай қарайсыз? Егер студияма келіп, өзіңіз білетін шығарсыз, аранжировщиктан сол қосушылардың хаммесінің қосығын істеймен. Студиям бар, өзімнің Өзбекстан, Өзбек Наво бірлеспесінің соған қарасты студияның ауаз, яғни айтқанда сес режиссерман. Студияға келіп, дауысын тексеріп, сондай тоңға, яғни айтқанда темпқа түсетін болса, айту ниетім жоқ емес. Бар. Бар. Кейінгі сұрау, Кубат Аметов көп уақытлардан бері өзінің har қилы темадағы қосықларыменен бізге белгілі. Соның менен бірге қосық айтып қана қоймастан, қосықларға музыкаларды жазып, Қарақалпақ халқының жас қосықшыларының бірі. Жеке өз пікірім, оның жазған музыкалары ұнайды, бірақ қосықларда сөздер бір-біріне ұқсас. Әдеуір, неге? Көбінесе тек оның емес, олыма қосықларда көздер, сөздер жолыңа қарап, сені сүйемен, жалғыз қадірімді білмедің, сезбедің, яғни сол сияқты ұқсас сөздерге. Мұхаббат бұл басқаша сезім, сондықтан әр бір сөзін жазып атырған музыкаларға ерекше есте қаларлықтай сөздер бір-біріне ұқсамайтын қосықлар шығарса, одан да жақсы болар еді жұмысларда. Әуметтеп Салтан, жүда бір ажайып дұрыс. Салтан ықыласбендімізге жауабым дұрыс жауап. Әр бір қосушының өзінің танылаған бір жолы болады. Яғни айтқанда стиль. Мен со Қарақалпақ халқына, өзімнің халқыма, яғни айтқанда лирик қосушы болып танылғанман. Бір шайырдан, яғни айтқанда
bir şairdan emas, so iki şairdan qo'shiqlarning qo'shiq qatorlarini olib aytaman. Shogirdlarim, ularda o'zingizga belgili qasimdagi Serik hamda Alisher Ismoilov, so iki shogirdimdan qo'shiq qatorlarini olib aytaman. Sol sebepli bir-birine o'xshash bo'lishi mumkin. Sebebi har bir nening qo'shiq qatorini yozатын shoirlarning har birining o'zining почерки, Жазу uslubu. yozuv usuli bo'lishi mumkin. Sol sebepli bir-birine o'xshab ketuv neleri olib keluvi mumkin. Lekin yozib bergan qo'shiq qatorlari o'zimga juda unaydi. Keyingi so'rov, o'z qo'shiqlaringizda tekstin, muzikasini o'zingiz yozasiz ba? Siz qo'shiqlaringizda yozganda neden ilhom olasiz? Bo'sh vaqtingizda nima bilan shug'ullanasiz? Semingiz turali qisqacha ma'lumot bersangiz deb Zuhra bizga SMS yo'llabdi. Birinchi so'rovga qaytamiz. O'z qo'shiqlaringizda tekstin o'zingiz yozasiz ba? Жаңа javob oldik bugun. Siz qo'shiqlaringizda yozganda neden ilhom olasiz? Ilhom kelimi, nishlaydi keladi soat. Ilhom Hozir ilhom bo'lmasa bormi? Ilhom bo'lmasa bu har bir qo'shiqchiga ilhom kerak. albatta kerak deb o'ylayman. Sizning ilhomingiz nishlaydi keladi soat. Endi kechga mayl agentga kiradigan vaqtda keladi. Soat 10larda go. O'zi blokqa yozadi. Keldim deb mi? Ilhom keldim deb. So blokqa yozadi-da, men ayran qilaman. V-ni salat, J-ni salat, сөйтіп привет deydi. So'ng siz qalay qaraysiz so'g'an? V7 deganga men. V7 привет deydi-da. Сөйтіп Qalay qaraysiz deysiz-mi? Qalay qaraysiz 7ga? Sen qalay qaraysan o'g'lim? Men qadimda o'tirib. Men ham so o'tirib qarayman. Demak, neden ilhom olasiz? Ilhomni studiyada Endi u ilhomga baylansin deb qo'yish. qadimgi do'stimiz ilhomga baylansin. Rahmat. Bo'sh vaqtingizda nima bilan shug'ullanasiz? Ilhom bilan shug'ullanaman deb qo'yish. Bo'sh vaqtingizda nima bilan shug'ullanasiz? Hazil tubi bir shilliq. Bo'sh vaqtimda so aytib o'tgandek, mail agentga kiraman. Mail agent. Semingiz turali qisqacha aytib bersangiz. Semiyam turali aytатын bo'lsam, semiyamizda 5 farzandmiz. 2 ajapam bor, 2 ajag'am bor, eng kichkintayi men. Bir mamam bor, ya'ni aytganda anajonim. Akam bu umrdan o'tib ketgan 2007-yili. Sol. Rahmat. Siz dunyoda neni yo'qotuvdan qo'rqasiz? Nurjamal bizga so'rov yo'llabdi. Har bir qo'shiqchi bor-ku, bu dunyoda eng yo'qotib oluvdan nesine keladigan bo'lsak, bir zatdan qo'rqib yurish kerak. Har bir qo'shiqchi. Mening o'zimning o'yim bu filosofiya bir javob deb o'ylayman o'zimda. Ixlosbandlarin o'zini tinglamay qoluvdan qo'rqib yashaydi. Keraksiz bo'lib qoluvdan. Ya'ni aytganda to'liq qilib javob berganda keraksiz bo'lib qoluvdan qo'rqib yashaydi. Keraksiz bo'lib qoluvdan. Hech kim seni izlamasa, hech kim qayerga borasan, ya agentda yozmasa hech kim, Durust. Eng yomoni yo'qsadan. Ignorga tiqib tashlasa. Siz alifbeda qaysi harf bo'lgansiz? Ham aytgan taqmangiz yodingizdami debdi Nurjamal. Alifbeda harf bo'lganman. Alma deganda kelaman. Adan kelетін taqmaq aytqanman. Ayaz baba kelib tur, mаған сәлем berib tur, сәлеміңді qo'yib tur. Şokolad yegim kelib tur degende, şokolad yegim kelib tur deb aytqanman. Qaniqarlimi? Ava. Eng birinchi algan siylig'ingiz dunyoda kimni jo'ytudan qo'rqasiz? Birinchi so'roqqa o'tamiz. Bulam Nurjamal ekan. Eng birinchi algan siylig'ingiz. Sovg'angiz bo'lsin, eng birinchi algan o'zime eng quvonib algan siylig'im sol 7-klass сол 8 ya 7-klass paytında O'zbekiston vatanım mening atamasındagi konkurs bo'ldi. Сол yerda hamma qo'shiqchilar qatnashdi. So Qoraqalpog'iston Respublikasining hamma qo'shiqchilar qatnashdi. Сол yerda 3-o'rinda aldım. Bugan 3-o'rinda aluma sebep o'z 3 odam qatnashdik. Солай. So 3 odam qatnashdik, so'ng 3-o'rinni aldım. Bola juda jo'xori o'rin deb aytmayman. So 3-o'rinda aluma sebep bo'lgan marhum ustozim Qadir Qilalov minnatdorchiligimni bildirib qolaman ustozimga da. Сол vaqtda birinchilik jayli bo'lsin. Сол men uchun eng ajoyib unutilmas deb o'ylayman. Ikkinchi, dunyoda kimni yo'qotuvdan qo'rqasiz? Ilg'amni deyish. Dunyoda
даусымды жойтып алудан қорқамын. Ya bu жерде кімді деген сұрау келіпті да. Кімді ма? Енді даусым адам ғой. Солай ма? Ооба. Қазір бар ма жерде? Ооба, отыр. Отыр ба. Микрофонның қасында. Қосықшылықтан басқа нелерменен шұғылданасыз? Қосшылықтан басқа пайнет ашамын деп. Қосшылықтан басқа өздеріңіз білетін шығарсыз, бая айтып өткендей студияда сес режиссерман, қосшылардың қосығын істеймін. Ой жерде бос байтым жоқ. Кейін сұрауға өтеміз. Қуат Аметовтың машинасы қандай маркада, әмде нешінші жылғы депті Фарида. Қосыңыз клипінде стилист жоқ екен, өзіңіз стилист бар ма дейді. Бахрам бізге есімеш олатты. Бірінші сұрауға өтеміз. Қуат Аметовтың машинасы қандай, әмде нешінші жыл депті. Қазір өзім талаба болғанлықтан болғанлығым себеплі сол ең экономичный 2004 жыл тико мініп жүріппен. Лекін сол оқуымды біткергеннен кейін одан да жақсырақ машина мінемін деген үмітлерім бар. Фарида, қосыңызда клипіңізде стилист жоқ беді, өзі стилистіңіз бар ма депті. Қазіргі уақытта стилистім бар. Стилист деген не зат өзі? Стилист деген киіну неге неге жоп беретін еді ол. Лекен бұрынғы бірінші қалай болар екен деген, қалай не қылыпсақ болады екен, қалай халқымызға ұсын жағымырақ еп жеткізіп берсек болады екен деген бірінші жағы неміс та ол. Бірінші жұмысымыз болған себеплі опайтында ондай стилист және де мынандай артында тұратын чирақчы деп айтылады ғой, мысалға свет ұстасы, басқа да сондай нелер, Илхам бар ма еді? Айтып өтетін болсақ, Илхам бар еді оған. Солар болады екен, оны біздер сол екінші hamda үшінші клипіміздің жараянда білдік. Қуат, егер қосшы болмағанда қайсы кім болар едіңіз? Бұл сұрауға жауап алынды. Өмірден неден қорқасыз? Есен бізге есіме жолатты. Бұл жауап алынды бұл сұрауға да. Hazır türdегі сұрау. Қуат Аметовты ұсындай жұлдыз қылған серік па, я серікті звезда қылған, жұлдыз қылған Қуат па? Кетті бізге Қуат есіме жолатты. Дұрыс жауап. Дұрыс Дастан айтып өткендей. Дұрыс бұл. Екеуміз там осындай жұлдыз қылған. Бұл әлбетте бірінші орында Алла Тағала, екінші орында осындай достарымыз, үшінші орында баяғы айтып өткендей Илхам болмаса қосық шықпаса керек. Дұрыс. Кейінгі сұрау. Ассалаумағалейкум ұстаз. Сұрауым, ең бірінші рет қосық шығарғанда қандай ойлар пайда болған? Албыраушылық болған ба? Депті Мұрат бізге сұрау жолатты. Қосық шығарған пайтымда ешқашан албырамағанмын. Лекін бірінші концертке шыққан уақытында ол әрбір қосықшының несі деп ойлаймын. Албыраушылық болады. Қосықшылық кәсібін таңлағаныңызға өкінген уақытыңыз болған ба? Өкінген уақытым болмаған. Жұмысларды әуметілеп қалушы шәкіртіңіз Мұрат. Рахметлер айтып қаламын. Және де сұрау. Ассалаумағалейкум Қуат Аметов, сізге сұрауым, Ташкент қаласындағы қосықшылардың қайсы біріменен қосық айтқыңыз келеді? Айтмұратов, Мұрат бұнда есімі жолатты. Айтмұрат. Ташкент қаласындағы қосықшылармен қосық айтуды ойлап та көрмедім. Лекін бір қосықшыменен ниетім бар, оны айтып өтпей ақ қойын. Бұл сыр болып қала қойсын, өздеріңіз жақында көріп бір бақа бересіз деген үміттемін. Демек, сіздің жұмысларға тасқын табысла тілеймен, аман сау болғайсыз депті. Айтмұратов Мұрат. Кейінгі сұрау. Ассалаумағалейкум, осы сайтта ашқаларға ішінде отырған достарыма ең бірінші нәубетте бәріңізге бақыт табыс әумет тілеп қаламын. Енді және бір мәрте Ассалаумағалейкум Қуат Аметов, сізге де жұмыстарыңда табыс тілеймен, әумет бақыт тілеймен. Сіздің қосықларыңыз маған қатты ұнайды. Мектепте оқитын кезімде қосықларыңызды айтып, қосық сабағынан 5 алатұғын едім. Әмде Ташкентте лагерде кезінде де айтып грант алғанмын. Сіздің көп жәрдеміңіз тиді. Сізге көп рахмет. Өміріңіз ұзақ болсын. Қосықшы болу арманым бар. Құдай қаласа деп. Алик.
Rahmetler aytып qalaman ықыласпентimiz Аликке. Мгм. Ушундай катты кубанып калдым. Ушундай менин косукларымдан сондай грамоталар, сондай бир жетишкенчиликтерге ээришипти. Мгм. Бул өмүрдө ойлоп жүргөн ушундай арзууларынын хаммасына жетише берсин. Мен тилеклесмин. Өзге insanның бақытлы болуы үшін өзіне қадірлі бұйым яки insanның кешуге болама депті Мадина. Кандай? Өзге insanның бақытлы болуы үшін өзіне қадірлі бұйым яки insanның кеулі болама депті. Insandan кешүүгө болама. Кешуге болама. Өзге insanның бақытлы болуу үчүн, өзге insanның бақытлы болуу үчүн өзүнө кадырлы буюм Буюмнан яки инсандан кешүүгө кешүүгө болама. болама. Мадина. Жүдө орунлуу суроо деп ойлоймун. Ага. Лекин өзге инсандын бактылуу болуу үчүн өзүнө кадырлы буюм яки инсандан кешүүгө болама. Біреудің бақыты үшін. Бирөөдүн бакыты эмес, бу жерде айтып турган дастан өзүнүн несин деп айтканда. Аз қойып Мадина ашып сұрай жіберейін. Мадина ықыласпентимизге айтып өтөтүн болсок, бул казыл эмес, шынлык. Өзүңө өзге инсанның бактылуу болуу үчүн өзүнө кадырлы буюм яки инсандан кешүүгө болому. Менимче болмойт деп ойлоймун. Болмайды. Қуат Аметовқа неше жасыңыздан баслап қос айтып басладыңыз һәм ең бірінші қосыңыз қайсы? Гозалхан. Айттым. Қуат Ең бірінші қосығым Фарида. Фарида. Қуат Аметовтың балалық уақытларда қай жерде өткен? Наргиза. Балалық пайтыларым бұны Қожелдің жолдарын айта берсем. енді со Қожелдің жолдарын айта берсем. Қожелде өткен балалық шақтарым. Аха. Немен өткен? Со пойызбен өтіп кеткен ғой. Пойыз бірден өтіп кеткен. Бірден өтіп кеткен ғой. Илхам бар ма еді сол уақытта? Илхам жоқ еді уақытта. Илхам пойызда қалып қойып еді. Өмірдегі ең есте қалатын күн қайсы күніңіз болды һәм қандай қуанышлы уақия болды? Алпамыс. Өзіңізге белгілі, өмірде ең қуанышлы күнім сол 7 күнлік 5 күнлік концертім сол ықыласпенттеріміз тарапынан және 2 күн қосасаң қуат біздер үшін деп сондай концерт зал сыртында сондай нелер болып, ұсыныстар болып, 2 күн қосылуы сол өмірімде ең қуанышлы күн болды деп ойлаймын. Себебі ықыласпентлеріме сондай қадірлі һәм қымбатлы қосықшы екенімді сол күні біліп, ең қуанышлы күнім сол күн болды. Ұмытылмас күн. Ұмытылмас күн. Кейінгі сұраққа өтеміз. Сіз қосықларыңызды қайсы қосықшы аға ұстазбенен мәслихат қылып жұмыс алып барасыз? Сахиб Жамал сұрау жолдады. Қосықшылармен мәслихатласып, қосықларыңызды да, қосықларымды болады ғой енді. Қосықларымда көп уақытлары сол шәкіртлерім, кәдімгі Дастан Тимур білетін шығарсыз. Танитын шығарсыз. Шәкіртлерім Алишер, яғни айтқанда осы азыр және бір шәкіртім бар, Бұхара қаласынан, азыр Нүкісте өзімен бірге ижад сапарында Жорабек деген шәкіртіміз бар. Яғни айтқанда шәкіртлерім көп, Абат Қыдырбаев деген шәкіртлерім бар. Шәкіртлерімнің әммесіне естіріп, соларменен бірге ойласаман деп ойлаймын. Абат Қыдырбаев қыдырып кетті ме бүгін? Бүгін қыдырып кетіп еді, содан кейін келе алмай қалды. Кейінгі сұрау, не үшін бақытлыман, ямаса бақытымды таптым деген темаларда қосық шығармайсыз? Шарапат. Неге айрылы қостың бәрі? Неге кетіп қалды? Дұрыс, Дастан, менің
Men qizlarimizni, analarimizni, ajapalarimizni, apalarimizni qutluk'lab qolaman. Xalqimiz amanlik bo'lsin, quyosh so'nbesin, hamisha shunday baxtimizga biz deb shunday qo'shiqlarning baxtına siz de ixlosmendlar aman bo'lin. Yana da sonu aytib o'tishimiz kerak. Basta aytib o'tganimizdek, ko'pchilikni qiziqtiruvi mumkin bu aliomedia.com sayti. Bugun bir inson qatnaşmay qoldi. Basta aytib o'tganimizdek, Dosik degan yigitimiz bor edi. O'sha saytning ish yurituvchisi bugun bir ayrim sabablarga kelmay qoldi. Endigi intervyularimizda xudo qalasa siz bilan birga suhbatda bo'ladi. Endigi intervyularimiz qanday qo'shiqlar bilan suhbatda bo'lgingiz keladi? Qanday aktyorlar bilan suhbatda bo'lgingiz kerak? Ana so haqida yozib bersangiz bizga kimga ko'p, kim qo'shiqqa ko'p kelsa, sol qo'shiq bilan biz suhbatda bo'lamiz. Demak, hammaga rahmat. Men o'zim tanishtirib unutib ketibman. Mening atim Dastam, kamerachi yigit bu Davlat degan yigit. Ikkomizga qusaydi. Atimiz qusaydi. Sizin eng keyingi qo'shingizni bir jonli ovozda eshitsak, son bilan bugungi intervyuimizni yurmoqdasa qalay qaraysiz? Qo'shingizning ati eng so'nggi qo'shiq chiqqan. Rahmat, yetkazib beraman. Xudo xolisa ixlosmendlarga. Jengejan degan qo'shig'imda nima aytaman. Jengejan birgalikda tinglaymiz. Hurmatli ixlosmendlar, shu paytdan foydalanib, hozir chiqarib o'tirgan qo'shig'im bor. Qo'shelidan paytaxtga kelin bo'ldim, Biyopa qiz atamasida qo'shiq. Shakirtimiz Alisher Ismoilov hozir toza betga qo'shiq qatorlarini qo'shiluvga ketgan, hozir olib kelib beradi. Soni hozir namasam hozir do'rilgan. Soni sizlarga ixlosmendimizga, sizdek ixlosmendlarimizga anam etaman. Ajoyib qo'shiq. Xudo xolasa o'zlaringiz eshitib, so baho berasiz degan umiddaman. So aliomedia.com saytida birinchi bo'lib kelin bo'ldim atamasida qo'shiq tushdi deb o'ylayman. So Alisher Ismoilov shakirtimiz so'z qatorlarini yozgan. Minnatdorchiligimni bildirib qolaman shakirtimga. Ko'p tavsiyalar aytib qolaman shu shakirtlarga. Nomaja ilhom degan. Ya, bo'lamiz. Shu qo'shig'imda hozir sizlarga aytib inam etaman. O'zlaringiz eshitib baho berasiz. Qo'shelidan paytaxtga kelin bo'ldi. Suyganimda olib ketdi jengelar. To'yga aytib keldi bizning uyga. Uzatdilar Biyopa qiz olqimga. Havshardi aytpanglar, o'tinamen jengelar, yurakka o'chaqpanglar, o'ksinamen jengelar. Havshardi aytpanglar, o'tinamen jengelar, yurakka o'chaqpanglar, o'ksinamen jengelar. Ahmet, jengelar degan yig'im deydi. Ilhom degan jin.